Қайырлы күн оқушылар, мен сіздерге Padlet тақтасы арқылы бүгінгі тақырып бойынша сіздерге тапсырма беріп отырмын. Енді бұл тапсырманы қалай орындау керек және қалай қолдану керек екенін сіздерге түсіндіріп өтейін. Сіздер Padlet тақтасына тіркелмегендіктен сіздердің жауаптарыңыз анонимді болып тұрады, яғни жасырын тұрады. Қай оқушының орындағанын көре алмаймын. Сондықтан сіздерге бұл сайтқа тіркелмегендіктен міндетті түрде жауап жазарда ат жөндеріңізді жазуды сұраймын. Енді мына сұрақтарға жауап бергеннен кейін бірінші келесі тапсырманы ашпай тұрып сұрақтар берілген, сол сұрақтарға жауап беру үшін төменгідегі плюс таңбасын басасыздар. Міндетті түрде осындай бетше ашылады. Бірінші жоғарыда айтып өткендей аты жөнімізді толық жазамыз және төменге түсіріп өз жауаптарымызды бересіздер. Мен сіздерге түсінікті болу үшін жай ғана жауапты жазып отырмын, бірақ сіздер міндетті түрде өз жауаптарыңызды жазыңыздар. Содан кейін барып осы жауапты енгізу үшін добавить пост дегенді басамыз. Міне қарасаңыздар, төменде жауап деп жазылып тұр. Осылай астыңғы жағына төменге түсе отырып, әрқайсы оқушылардың барлық тапсырмасы осы сұраққа қалай жауап бергендігін мен көре аламын. Енді келесі тапсырмаға өту үшін солдан оңға қарай жүрсеңіздер, мына жерде аудио берілген сұрақ, ол сұраққа жауап бересіздер, видеоны мұқият қарайсыздар. Енді мына жерде сұрақ берілген, осы сұраққа жауап беру үшін қалай бересіздер? Ол үшін тағы да плюс таңбасын басасыздар. Басқан кезде аты жөндеріңізді міндетті түрде тағы да жазып кетіңіздер. Содан кейін барып үш нүктені байқасаңыздар, мына добавить посттың қасында үш нүкте тұр төменгі жақта. Соны басып, аудио дегенді басасыздар. Содан кейін разрешить дегенді сұрайды микрофонды қосылуға. Оны басасыздар. Себебі қазір менде запись экран жүріп жатқандықтан ол ашылмай тұр. Ал сіздерді міндетті түрде ашылады. Ашылған кезде микрофонды басып, бірден записті жазасыздар. Запись жазып алып, сохранить дегенді басқан кезде жауаптарыңыз сақталады. Содан кейін осы неге тақтаға жүктеледі. Келесі тапсырманы қарайсыздар. Бұл жерде тапсырма берілген. Мұқият жазылым тапсырмасын мұқият аудионы тыңдаңыздар. Аудионы тыңдап болғаннан кейін тапсырманы орындап жібересіздер.